көлбеу және перпендикуляр. Одан кейін көлбеудің проекциясы және солардың қасиеттеріне есепті шығарамыз. Бізде бүгін мынандай бірінші сендерге өткен сабақтарды еске түсіріп алайық. Ол үшін сөйлемді аяқта дейміз деген слайд бойынша. Кеңістіктегі екі түзу арасындағы бұрыш типінен айтамыз. Айқас түзулердің арасындағы бұрыш типінен айтамыз. Егер екі түзу арасындағы бұрыш 90 болса қалай деген сияқты егі дейін, яғни 8 сұрақтар, осы сұрақтарға ойланып қазір жауап бересіздер. Арасындағы 4 бұрыш шығады, соның ішіндегі сүйір бұрышын аламыз. Жақсы. Екіншісі параллель болады. Оларға параллель түзулер сызып, солардың арасындағы бұрышты аламыз. Жақсы. 90 градус болса екі түзу арасында Перпендикуляр болады. Жақсы. Параллель түзулердің біріне перпендикуляр түзулер, екеуіне де екіншісіне де. Жақсы. Егер альфа жазықтығының кез келген түзуге перпендикуляр болса, онда сол жазыққа да перпендикуляр болады. Бір жазыққа перпендикуляр түзулер өзара бір жазыққа перпендикуляр, екі түзу өзара параллель. Жақсы. Егер жазықта параллель түзудің біріне перпендикуляр болса, екіншісіне де перпендикуляр. Егер жазықта қиылысқан екі түзуге перпендикуляр болса, А түзуі альфа жазықтығына перпендикуляр болады. Жақсы. Сонымен ары қарай кеттік. Енді біз мына суретте не көріп тұрмыз қазір? Қараңыздар. Суретте не көріп тұрмыз? Бұл жерде неше кесінді бар? Қашықтан анықтау үшін қай кесіннің ұзындығын алған дұрыс дейді. Кім айтады? Тікбұрышты көріп тұрмыз. Жақсы. Неше кесінді бар? 3 кесінді бар. АБ, АС, БС. Жақсы. Қашықтықты анықтау үшін қайсысын алған дұрыс? А-ны аламыз. Ең қысқа. Яғни А нүктесінен түскен АБ перпендикулярның ұзындығын аламыз. Сонымен бүгінгі сабақта қарастыратынымыз перпендикуляр және көлбеу, түзу мен жазықтың арасындағы бұрыш. Сонда біз мақсатымыз бүгінгі сабақта кеңістіктегі перпендикуляр, көлбеу, көлбеудің проекциясы, анықтамаларын білеміз және есептер шығарамыз. Қандай критерийлер бар? Мысалы, біз осы сабақ мақсатына жету үшін мынандай критерийлер болу керек бізде. Перпендикулярды білуіміз керек, көлбеуді білуіміз керек, көлбеудің проекциясын анықтай алуымыз керек. Одан кейін кеңістіктегі перпендикулярдың көлбеудің және көлбеудің проекциясының анықтамаларын білуіміз керек. Кеңістіктегі перпендикулярдың көлбеудің және көлбеудің проекцияларының анықтамаларын біле отырып есеп шығара алуымыз керек. Енді келесі неге қарайық? Мінекей. Сонымен есімізге түсіреміз. АБ дегеніміз АБ кесіндісі альфа жазықтығына жүргізілген перпендикуляр екен. Ал Б нүктесі перпендикулярдың табаны деп аталады. Міне Б. Табаны деген сөз, яғни ол қайта тіреліп тұр, соны айтады. Одан кейін ас кесіндісін жүргіземіз. Ол А нүктесінен альфа жазықтығына жүргізілген көлбеу. Енді ал С нүктесі көлбеудің табаны, оның да табаны бар. Енді бұл жерде С кесіндісі туралы айтылып тұр. Бұл көлбеудің проекциясы немесе көлеңкесі деп аталады. Мына жерде осылай жазылған. Жақсы. Енді сіздердің алдарыңызда макет жасайсыздар қазір. Осы перпендикуляр көлбеу проекция бойынша жазықтық берілген сіздерге. Алдарыңызға мынандай нелер берілген. Сол бойынша стержендер бойынша сіздер бізге макетін жасайсыздар. Ал көрсетіңіздер. Нүктелерді аласыздар. Сол нүктеден, яғни жазықтан тыс жатқан нүктеден көлбеу саламыз. Проекция жүргіземіз. Көлбеу саламыз. Макетін жасайсыздар.
яғни проекциясы кішкентай болады, иә? Так, сонымен балалар макетін жасадыңыздар. Енді қараңдар. Не шықты сіздерден? Бұрышты үш бұрыш шығады екен. Так, бізде мына жерде дұрыс болмады. Кішкене жөндейміз. Так, перпендикулярымыз кішкентай болады дедім мен саған. Иә? Мынаны алайық біз. Ол кішірек болу керек, иә? Басқаға қарағанда. Мынау бізде міне. Ол не үшін жасалып отыр? Сендер өмірде осындай нені көп кездестіресіздер. Мысалы, өмірде көп мынау. Перпендикуляр да бар, проекция да бар. Тік бұрышқа келетіні мына жерден мынаны қиып, мына жерден бүйтіп не жасауға болады, проекциясын жасайсыздар мына жерге дейін. Сонда мынау перпендикуляр, мынау көлбеу, мынау проекция. Тік бұрышты үш бұрыш шығып тұр екен, иә? Тік бұрышты үш бұрыш. Енді қараңдар. Кез келген айталық, мына нүкте, бұл жазықта жатқан нүкте ме, жатпаған нүкте ме? Тыс па, тыс емес па? Мына туралы. Жоғарыда. Тыс па? Иә, ол кеңістікте тұр. Ендеше сол нүктеден жазыққа дейінгі арақашықтық қайсысы үш жерде? Ол мынау, иә? Стерженьмен көрсету керек. Мынау нүкте арақашықтық. Мынаны алмаймыз, біз мынаны аламыз, иә? Кез келген нүктеден, мысалы, кез келген төбедегі нүктеден талуға дейінгі арақашықтық табу үшін міндетті түрде одан не сүру керек? Перпендикуляр түсіру керек екен. Осыны түсінеміз, иә? Ендеше тек бұрышты үш бұрыш болатын болса, енді қараңдар. Осы перпендикуляр нешеу жүргізуге болады? Біреу ақ жүргізе алады. Ал көлбеуді бірнешеу жүргізуге болады. Жақсы. Так, енді келесі. Енді мына жұмысты орындаймыз. Бірінші есеп жазып алыңдар. А нүктесінен альфа жазықтығына бірден жазбай-ақ тапсырманы орындай беріңдер. Макет сендердің алдарыңда тұр. Сол бойынша да қаралып жасауға болады. Бірінші, А нүктесінен альфа жазықтығына ағы перпендикуляр және асы көлбеу жүргізілген дейді. Осы көлбеудің проекциясы дейді. Сендерде бар ғой? Так, енді осы мынаған қарап отырып жасай береміз қазір. А-ы 4-ке тең, асы 5-ке тең б-сыны табыңдар. А-ы 4-ке тең, А-ы катет болып тұр, иә? Тік бұрышты үш бұрышта асы не болып тұр? Асы. Міне, А-ы катет, асы гипотенуза, б-сы ол да катет. Ендеше сендерде жаңағы есепте сұрады нені? Б-сыны сұрады, проекцияны сұрады. Олай болсын болса, проекцияны табу керек. Істейміз. Кімнің теоремасы бар? Тік бұрышты үш бұрыштың қабырғасын табу үшін кімнің теоремасы бар бізде? Пифагор теоремасы бар. Ендеше Пифагор теоремасы қалай еді? 35 метр. Асы бұл 30 градус болса, асы мен б-сыны табыңдар. А 6,5 метр. Асы бұл 30 градус болса, асы мен б-сыны табыңдар. Бұл жерде, мына жердегі бұрышы 30 градус болып тұр. Міне, мына бұрышы 30 градус. Гипотенузаны жартысына тең болады, гипотенузаның жартысына тең болады. Гипотенуза бар ма бізде? Жоқ. Бізде А-бы бар. А-бы не ол? Катет. Ол жаңағы 30 градусқа қарсы жатыр ма? Жоқ па? Қараңдар. Міне бұрышы, мынау С бұрышы мынау ғой. Міне, С бұрышы мынау ғой. А-бы катет міне. Қарсы ма? Қарсы. Ендеше қарсы жатқан катет бар. Бізге табу керек болатын асыны. Олай болатын басы асы тең болады. Мынадан 2 есе көп болу керек қой. Мынау қанша еді? 6,5 ба? Ендеше асы қанша болады? Одан 2 есе көп болу керек. Көбейтеміз. 2-ге шығады. Қанша? 13 метр. Жақсы. Асыны таптыңдар, енді б-сыны табыңдар. Б-сыны қалай табамыз? Жаңағыдай, ол жерде косинусты пайдалануға болады. Немесе Пифагор теоремасын қолданасыңдар. 13-дің квадратынан азайтамыз. 6,5-дің квадратына алаңдай табыңдар. Тездер қанша болады екен? 13-дің квадраты алынған 6,5-дің квадраты. Kvadratin kvadrati 100. Alamız 6,5'nin kvadratı.
6/5 kvadratı табуды оңай жол бар емес пе? 42/125 болады. 42/125 алсаңыздар. Болды ма? Неше шықты? Жүз жиырма жеті процент 25. 5/3 бөлінген 2 метр жыл бөлінген 5, міне жауабы. 5/3 бөлінген 2 метр. Сендерде жаңа ондық бөлшектен шығып тұр, иә? Сендер 3-ке бөліп жіберсеңдер шыққанда 25 көбейтілген 3 деп. Иә? Бөлінген 2 болады сосын. Осы 2-ден 5 болады. Ендеше 5/3 бөлінген 2 метр. Жауап шықты ма? Үшінші есебін қараңдар. Асы 13 сантиметр, высы 12 сантиметр. Асы 13, высы 12. Асы 13, высы 12. Табу керек абыны. Ал шығады. Пифагор теоремасы. Пифагор теоремасы. Бірден Пифагор теоремасы салуға болады. Ендеше 13-тің квадраты 13-тің квадраты азайтылған 12-тің квадраты. жиырма 169 алынған 144. 25. 25-тен түбір. 5. Ендеше А бұл қаншаға тең? 5-ке тең. 5-ке тең екен, жақсы. Так, енді былай жасайық. Алдарыңызда карточкалар, реестр қағаздар бар. Соның ішіндегі бірінші есепті қараңдар. Так, жазықтықтан тыс жатқан нүктеге 2 бөлігі жүргізілген деген. Жазықтықтан тыс жатқан нүктеге 2 бөлігі жүргізілген. Ұзындықтары 20 және 15 сантиметр. Біреуінің жазықтағы проекциясы 16, екінші бөлігінің проекциясы 16. Сызбасы сызамыз, макет алдарыңда тұр. Макетін жасауға болады. Сөйтіп, яғни екі түрлі, екі бөлігі салынған екен бұл жерде. Біреуінің проекциясы бар, екіншісінің жоқ. Сол екінші проекцияны табу керек. Берілген жазып шығарамыз. Гипотенузаның квадраты неге тең болады? Катеттердің квадраттарының қосындысына тең болады. Ендеше жазасыңдар. Асы квадрат тең, асы квадрат тең. А-бі квадрат қосылған бұсы квадрат. Бұдан бұсын тау үшін есеміз. Бұсы квадрат тең. Бұсы квадрат тең. 4-тің квадраты. 4. Асы қанша? 5 қой. 5-тің квадратынан азайтамын. 4-тің квадратын жақсы. Қанша болады екен? Бестің квадраты 25, 4-тің квадраты азайтамыз. 25-16 9. О квадрат неге тең? Ал несі қайда? Не іздеп отқанды ұмытып қалдым. Тең болады. А-бі квадрат азайтылған.
ендеше әр жақ 30 тең болатында бір астында 81 қанша? Тоғыз. Астында жоқ қоймаймыз. Астына 30 тең. 9-ға еді. Міне осы жауап болады. Жауабы 9 сантиметр.